Қазір жасым 37-де. Ал мына оқиға өміріме тура 20 жыл бұрын кіріп, 15 жыл бойы мені іштен жеп келген еді. Ұзақ уақыт бойы бұл жайында ешкімге тіс жармадым. Бірақ адам кейде ішіндегі ауыр жүкті жеңілдету үшін сөйлейді екен. 17 жаста едім. Қан қызып тұрған шақ. Бойымда күш тасып, темір көтермесем тынышталмайтын кез. Тренажер зал екінші үйім. Бұлшық етімді айқын қылып, өзімді Ван Дам мен Шварценеггердей сезінетінмін. Жас кездің өз заңы бар ғой, ойы жеңіл, жүрегі. Сол жылдары кіші әкем үй салмақ болып, Асарға ағайынды шақырды. Мен де бардым. Күн ыстық, футболкамды шешіп тастап, балғамен, күрекпен шапқылап жүрмін. Ағайындар қызыға қарап, дәу болып кетіпсің деп әзілдейді. Ас дайындап жүрген әкемнің ағасының қыздары да сондай еді. Солардың бірі менен 7-8 жас үлкен, шамамен 25-тегі әппем. Бір сәт көзіме тіке қарап, «О, качок болып, әдемі болыпсың ғой», деді. Сол сөздің астында бірдеңе жатқанын ол кезде түсінбедім. Үй салынып бітті. Күз өтті. Қыс келді. Жаңа жыл қарсаңы. Бір кеште үйде жалғыз қалдым. Үйдегілер қыдырып кеткен. Кенет қоңырау соғылды. Ашсам, сол әппем. Аузынан шараптың әлсіз иісі сезіледі. Үйге кірді. Шай іштік. Әңгіме айттық. Сөз ұзарып түн тереңдеді. Мен бөлмеме барып жаттым. Бір уақытта ол да келіп жаныма отырды. Әр сөзінен, әр қимылынан біртүрлі жақындық сезіле бастады. Қолы анда-санда байқамай тигендей болады. «Сүйісіп көргенсің бе?» деді бір кезде. «Иә», дедім қысқа ғана. «Онда тексерейік». Сол сәттен кейін бәрі басқа арнаға бұрылды. Жас дене, алғашқы сезім, тәжірибесіздік. Қарсылық та болды, қызығушылық та болды. Ақыл мен сезім арпалысты. Ақыры сол түн менің өмірімдегі ең алғашқы түнге айналды. Кейін ол, «Сені сол асардан бері қалап жүрмін», деді. Мен оған байландым. Себебі ол менің алғашқы әйелім еді. Біз ара-тұра кездесіп жүрдік. Ол тіпті, «Күйеуге тисем де, саған шығып тұрам» дейтін. Арада көп өтпей оны алып қашты. Бір жылдай үнсіздік болды. Бірақ тағдыр тағы тоғыстырды. Қайта кездестік. Мен кейде өз-өзімді тежегім келіп, тоқтатайық деймін. Ал ол, кейін бәрін түсінесің деп күлетін. Онымен өткізген уақыт оттай ыстық еді. Басқа қыздармен болған сәттерімнің бәрі соның көлеңкесінде қалды. Жылдар сырғып өте берді. 30 жасымда әкем қайтыс болды. Өлерінен 2 күн бұрын мені қасына шақырып алып, өмірімді төңкеріп жіберген сөзін айтты. «Балам, сен біздің асыранды баламызсың». Мен жыламадым. Ренжіген жоқпын. Керісінше жүрегім жеңілдеп кеткендей болды. Себебі жылдар бойы өзімді іштей күнәһар санап келгем. Ал шындық мені сол жүктен босатты. Сонда бәрі өз орнына түсті. Неге мен әулеттен бөлекпін, неге түрімде, денемде өзгеше екенін енді ұқтым. Әппем бұл шындықты бұрыннан білген екен. Үлкендердің бәрі білген. Тек мен ғана білмеппін. Қазір ол 47-де. Ажырасқан, кейде хабарласады. Ал мен өткенге қарап бір ғана ой түйемін. Адам кейде күнә жасағандай сезінеді, ал шын мәнінде ол тек тағдырдың құрбаны болып шығады.